Бурабайдағы Балдәурен сауықтыру орталығында 14 жастағы жеткіншек көз жұмды. Лагердегі жұмбақ өлім үйінен сапсау кетіп демалуға барған жеткіншектің демі үзілді. Ол бөлмесінде өлі күйінде табылған. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мәлімет Арнас. Бүгін мен сіздерге Қазақстанда болған Нұрдәулет есімді баланың жұмбақ өлімі жайлы айтатын боламын. Видео басталмай жатып лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бұл мен үшін үлкен қолдау. Ең бірінші оқиға неден басталды, соны талқылайық. Жасөспірім 9 қаңтарда Ақтөбе облысының Бурабай ауданына балалар тобының құрамына келген. Бұдан бұрын баламен танысайық. 9 сынып. Аты Нұрдәулет, жасы 14-те. Енді жасөспірімнің жұмбақ өлімін сараптайық. Қаңтардың 10-нан 11-не қараған түні сағат таңғы 5:00-де бала көз жұмады. Одан алдын лагерге бармай тұрып, еш нәрседен сескенбейтін, әрдайым күліп жүретін бала лагерге жолдама ұтып, лагерге барғаннан кейін жасөспірімнің жағдайы күрт өзгерді. Нұрдәулеттің анасының айтуы бойынша бала мінезі ашық болған, ән күйге жақын, дарынды болған керек. Лагерге кеткеннен кейін анасына бала соңғы рет қоңырау шалады. Ана мен баланың сөйлесуі көпке созылмай сөйлесу аяқталады. Нұрдәулеттің анасына айтқан соңғы сөздері: «Мама, мен қорқамын. Комната есігі жабылмайды». Нұрдәулет өте қатты шошқан секілді. Енді осы оқиғаны толығымен қалай көз жұмғанын сараптайтын болсақ, 5:00 жасөспірім қалай көз жұмды? Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен сіздерге қазір сұрақ қоямын. Сол сұрақтың шешімін қазір талқылап, қазір шешулеріңізге болады. Ал сұрағымды қояйын. Бала қалай көз жұмды? А. Жауабы: баланы аяусыз ұрған. Б. Жауабы: өз-өзіне қол жұмсаған. С. Жауабы: бала аурудан көз жұмды. Сіз қай жауапты таңдадыңыз? Қай жауап дұрыс екенін қазір білетін боласыз. Бала қалай көз жұмды? Жауабы: С жауабы дұрыс. Анықталғандай, жасөспірім 9 қаңтарда Ақтөбе облысының Бурабай ауданына балалар тобының құрамына келген. Қаңтардың 10-нан 11-не қараған түні жасөспірім іші ауырып тұрғанын айтқан. Таңертең сағат 5:00 шамасында ауырсынудың күшеюіне байланысты кешеннің медициналық бөліміне жүгініп жедел жәрдем шақырылған. Алайда жедел жәрдем келгеніне дейін бала көз жұмады. Әрине, бұл қайғылы. Достар, мен видеоны аяқтаймын. Алдағы видеолар 3-4 күннен кейін шығады. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге мен Мәлімет Арнас. Қош сау болыңыздар.